Есіңде болсын, қорқыныштардың бәрі тек уайым мен қайғы алып келеді. Ал Алладан қорқу ғана жақсылықтарға жолықтырады. Жалғыз жаратушының жазасынан қорқу өмірде бұған дейін сезінбеген керемет ләззат сыйлайды. Ал ақыретте өлшеусіз сыйға кенелтеді. Алла тағала айтады: Раббысының алдында тұрудан қорыққан адамға 2 жәннат беріледі. Есіңде болсын, Аллаға құлшылықты берсін деп жасамаңдар, разы болсын деп жасаңдар. Егер Алла разы болса, жақсылықтармен таңғалдырады деген ғалымдар. Ниетің мен пейіліңді түзеген сайын Алла халіңді жақсартады. Өзгеге жақсылық ойлаған сайын сен де кенеттен жақсылыққа кенеле түсесің. Ал өзгелерді бақытты ету үшін өмір сүрген адамға ұлы жаратушы Алла оны бақытты ететін адамдарды нәсіп етеді. Есіңде болсын, Алла бір істі тек жақсылық үшін кейінге қалдырады, бір істен тек жақсылық үшін мақрұм қылады. Жамандықты тек жақсылық үшін береді. Қайғырма, жақсылықтың егесі жақсылықтан өзгені қаламайды. Жоғалтқан нәрсеңе қайғырма, себебі ол сенің қолыңда болса, қайғың одан сайын ауырлауы ықтимал еді. Жақсылық сенің таңдағаныңды емес, әрдайым Алланың таңдағанымен бірге болатынын білгейсің. Есіңде болсын, бақытқа жету керемет көп нәрсені талап етпейді. Тек кең жүрек, жылы жүз, азға қанағат етіп, Аллаға толық сенім артсаң болғаны. Дүние мүлікке уайымдама, ол Алланыкі. Ризығыңа қам жеме, ол да Алладан. Болашағым қалай болады деп бас қатыра берме, ол да Алланың қолында. Уайымға салынба, амалыңды атқара бер. Сен уайымдайтын бірақ нәрсе бар, ол Алланы қалайда разы қылу. Алланы разы етсең, Алла саған разы болады, сені бай етеді, саған бір өзі жетіп артылады. Есіңде болсын, Алланың 7 қат аспан мен 7 қат бар жерді жаратуға қуаты қиналмай жеткенде, сенің жыртық жүрегіңді жамауға күші жетпейді деймісің? Санаңды жаулаған уайым мен қайғының торын бұзу, оған ауырлық танытады деймісің? Бақытқа жеткізіп, шаттыққа бөлеу де оған түкке тұрмайды. Ендеше жаратушыңа сен, арқа сүйе, тәуекел ет.